Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ мамықтай болып шығатын кекстің рецептімен бөлісемін. Дәмі енді өте керемет, тәп-тәтті болып шығады. Тек қана осы рецептпен ғана дайындайтын боламын кексті. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керекті ингредиенттер жұмыртқа, қант, ұн, сүт, сары май және де қопсытқыш. Жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен венчикпен араластырамын. Шамамен 4-5 минуттай араластырдым. Жақсы көтерілу үшін. Сіздер миксердің жай жылдамдығымен араластырсаңыздар болады. Миксермен араластырғанда бәрі біркелкі, жұп-жұмсақ болып шығады. Сүтімізді құйып араластырамыз. Содан соң сары майымызды саламыз. Осының үстіне содамыз бен уксусымызды қосамыз. Сіздерге міндетті түрде қопсытқышты пайдалануға кеңес беремін. Себебі қопсытқыштан жақсы көтеріледі. Кейіннен ұнымызды біртіндеп салып отырып, електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізіп отырып, араластырып, қоймалжың консистенцияға келтіріп аламыз. Барлық қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның соңындағы описанияға қалдырып кетемін. Қамырымыздың консистенциясы осындай қоюлау, қоймалжың, осындай жұп-жұмсақ қаймақ сияқты болып шығу керек. Енді мінде формамызды майлап аламыз жақсылап. Менің формам осындай кішкентай форма. Бұл формадан менде 42 штук шықты. Жақсылап майлап аламыз. Және ең бірінші мейізімізді салып аламыз. Мейізіміз сіздер өздеріңіз білесіздер, қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар болады. Немесе жаңғақ қосуларыңызға болады. Және де повидло, джем қосуларыңызға болады. Негізінен осылай мейізді кекстің үстіне салуға кеңес бермеймін. Себебі қышқыл болып шығады. Мен бір лесін осылай пісір көргем. Олай салып қажеті жоқ. Неге сонымен біздің кекстарымыз дайын болды. Осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар.